Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні тарихы тереңде жатқан елдің жаңа заманда өз алдына қайта егеменді ел болған күні. Халқымызға ғасырлар бойы арман болған тәуелсіздік, егемендік ұстанымдарын биікке көтеретін бұл күн біздің отанымыздың әрбір азаматы үшін қастерлі мереке. 1991 жылы КСРО ыдырап, одақтың құрамындағы елдер өз алдарына жеке мемлекет болып жатты. Солардың қатарында Қазақстан да болды. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстанның жоғарғы кеңесі тәуелсіздік пен мемлекеттің егемендігі туралы заңды қабылдады. Тәуелсіздік қазақ халқының 2,5 ғасырдан астам уақыт бойы үзбей жүргізген күресі арқылы келді. Ғасырлар бойы жүргізілген ұлт азаттық көтерілістің заңды жалғасындай болған ең шешуші әрі бүкіл Орта Азия мен Европадағы демократиялық қозғалыстардың көш бастаушысы ретінде тарихта қалған Алматыдағы 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы. Желтоқсан көтерілісі 1986 жылы 17-18 желтоқсан аралығында Алматыда болған қазақ жастарының КСРО үкіметінің отаршылдық әміршіл әкімшіл жүйесіне қарсы наразылық іс-қимылдары. Бостандыққа, тәуелсіздікке ұмтылған қазақ халқы тарихындағы елеулі оқиға болып табылады. Көтерілістің басталуына Мәскеудегі орталықтың республика халқының пікірімен санаспастан Колбинді Қазақстан Коммунистік партиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы етіп тағайындауы түрткі болды. Ал шын мәнінде КСРО-ның тоталитарлық, отаршыл саясатына қарсы қазақ жастарының азаттық күресі еді. 1986 жыл 16 желтоқсанда Мәскеудің тағайындауымен Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бас хатшылығына осыған дейін қазақ даласына аяқ басып көрмеген Геннадий Колбиннің сайлануы шовинизмнің қазақ халқын кезекті табанға таптау еді. Бірақ қазақ енді шыдамады. Қазақстанның басшылығына бұрын соңды қазақ жеріне аяқ басып көрмеген жергілікті ұлттың тыныс тіршілігінен мүлдем бейхабар өзге ұлт өкілі сайланғаны қалай? Өз елін басқаруға жергілікті ұлт баласынан бірде-бір адамның лайық табылмағаны ма? Не үшін? Көкейді тілгілеген осы сұрақтармен 1986 жылдың 17 желтоқсанында Алматының бас алаңына қарай ағылған қазақ жастарының ойында үкіметке қарсы көтеріліс жасау атымен болған жоқ. Әр республиканы өз көсемі басқарсын, ешбір ұлтқа артықшылық берілмесін деген ұрандар ғана көтерген олар, қарусыз, қамсыз күйде өктемшіл билікке наразылықтарын бейбіт түрде жария етті. Бірақ менмен билік қол астындағы бұратана ұлттың өзіне қарсы пікір айтып, бас көтере қалғанына жыландай жиырылды. Алматыға республиканың басқа қалаларынан арнайы бөлімдер және Ташкент, Фрунзе, Челябин, Новосібір, Свердловск, Тбилиси, Уфа қалаларынан әскери күштер жеткізілді. Ұлт намысын жоқтап, көкейдегісін билікке ашық айтқан үшін ғана темір таяқтарға жығылып, сапер күректерінен өлімші жараланған, шаштан сүйреліп, іштен тепкіленген, қақаған аязда тастай суық сумен атқыланып, өрт сөндіргіш көліктердің табан жолында тапталған, улы газға тұншықтырылып, итке таланған, аяусыздықпен арыз орланған қазақ қыздары мен намысы қорланған қазақ жігіттері оқиғадан соң жаппай қудалануға түсті.
Бүкіл одақтық орталық теледидар 18-19 желтоқсанда қазақ жастарын ұлтшыл, бұзақы, маскүнем, нашақор деп айыптап, газет басылымдары да осын айтып, өдере шулап жатты. Желтоқсан қозғалысына орай жалпы 8500-дей адам ұсталып, 99-ы түрлі мерзімге сотталды. 100-деген адам әкімшілік тәртіпте жазаланды. 300-ден аса жас жоғарғы оқу орындарынан, 319 адам жұмыстан, 52 адам партия, 758 адам бүкіл одақтық Ленин комсомолы жастары қатарынан шығарылды. Төлқұжаттарына бүлікші таңбасы басылған олар енді бұлай қара жұмыстан басқаға алынбайтын болып, ата-анасы, туған туысымен қоса қуғын сүргінге тап болды. Оқиға құрбандары жайлы ақпараттар жым-жылас жойылып, қайрат сынды қайран жас жаланың жолында мерт болды. Шерушілерді кінәлау мен жазалауда белсенділік танытқандар билік тарапынан жасырын марапат алып жатты. Кеңестер үкіметіне қарсы бұрын соңды құлақ естіп көз көрмеген үлкен көлемдегі бұл демократиялық көтерілістің шындығынан, республиканың нағыз саяси ахуалынан жалпақ әлем бейхабар жатты. Желтоқсан көтерілісіне КОКП орталық комитетінің қаулысымен қазақ ұлтшылдығының көрінісі деген баға беріліп, көтеріліске қатысқан азаматтар қуғын сүргінге ұшырады. КСРО-ның тоталитарлық, отаршыл саясатына қарсы қазақ жастарының азаттық күресі тарихи маңызы бар үлкен оқиға болды. Желтоқсан көтерілісі құрбандарының қатарында Ербол Сыпатаев, Сәбира Мұхамеджанова, Қайрат Рысқұлбеков, Ләззат Асанова сынды ержүрек қазақ жастары бар еді. Желтоқсан оқиғасына қатысқан жастарды ақтау ісіне ат салысқан ақын, қоғам қайраткері Мұхтар Шаханов болды. Өсер ұлдың қай сәтте де бірлік болмақ қалауы, лаула-лаула желтоқсанның мұзға жаққан алауы. Өздерінде ер намысты жас өлкені бар елдің ешқашанда еңкеюге тиіс емес жалауы.